Құдайға деген көптен өкпем болды. Неліктен осылай жағдай болып жатыр, неге оған жол беріп жатсың? Жүрегімнен бір бөлікті алып тастағандай сезімде болдым. Әкеме қатты жақын болатынмын, әкемнің барлығынан жоғары қоятынмын. Ортаға қоспадым мектепте. Әрбір жүріс тұрысыма күліп, киінген істеріме, сөйлеген сөздеріме. Сәлем, мен есімім Кәр. Мен 2000 жылы Маңғыстау облысына дүниеге келдім. Менің ата-анам екі түрлі сенімде болды. Анам басқа сенімде, әкем басқа сенімде. Әкем әскери адам болғандықтан көптеген қалалар көшіп жүретінбіз. Бірақ 2005-2006 жылы Ақтау қаласында тұрақталып көшіп келдік. Кішкентай кезімізде анам бізді мәскішілер жиынға, қауымға апаратын. Бірақ түсінбейтінбіз неге баратынымызды, не үшін олай бару керек екенін. Бірақ сол болу керек деп ойлайтынбыз. Бірақ әрбір жексенбі сайын әкем мен анамның арасында көптеген түсінбеушілік болатын. Өйткені әкем айтатын, балалардың өз таңдауы бар, олар өздері таңдасын, сен мәжбүрлеме деп. Мен өзім әкеме өте қатты жақын болатынмын, әкемді барлығын жоғары қоятынмын, әкемді көбірек жақсы көретінмін. Сол кішкентай кезімде бір күні түсімде бір адам келіп, ата-ана туралы айтты, ата-анан ажырасатын болады деп, сол кезде қатты жылап шошынып оянған болатынмын. Сол түсімде жүрегімде қалып қойды, қатты маза бермеді. Мен үшін көптеген уақыт бойы ойлап жүрдім, неге ондай айтты, неге олай болу керек деп. Сол бір күндері анам келіп маған әкеммен ажырасатыны туралы айтты. Неге, не үшін олай болып жатқанын, не себепті екенін барлығын ашық айтты маған. Сол кезде Құдайға, әкем емес, Құдайға ренжіген болатын. Құдайға айтып, неге мен әкемнің айырып жатсың, неге ондайға жол бердің деп, барлығын сен кінәлісің деп Құдайға қатты өкпем болды. Неліктен осылай жағдай болып жатыр, неге оған жол беріп жатсың, неге мен әкемнен айырып жатсың деп, өйткені әкеме қатты жақын болатынмын, әкемнің барлығынан жоғары қоятынмын, және де әкемді қаттырақ жақсы көретінмін. Сол кездерде Иса Құдай менен жүрегімнен бір бөлікті алып тастағандай сезімде болдым. Қатты көңілім қалды Құдайға деген. Менен кейін ағам және де сіңілім інім бар. 2012 жылы сол Ақтау қаласында Шетпе ауылына көштік. Жаңа адамдар, жаңа орта, жаңа мектеп. Сол жаңа мектептің өзінде де маған көптеген қиыншылыққа келді. Мені көп ортаға қоспадым мектепте. Әрбір жүріс тұрысыма күліп, киінген істеріме, сөйлеген сөздеріме кемсітетін болған. Бір кездер болды, бір бала келіп, қартты бір нәрсені не екенін білмеймін, маған лақтырып жіберіп, бетіме тиіп, мұрным қанап, сол кезде үйге бара жатқанда жылап, Құдай, мен неге ондай қиыншылық көруім керекпін, неге олай істеп жатсың, мен әкемден айырдым, мектептен қиыншылық көріп жатсың. Неліктен сен адамзатты жараттың, біз осындай қиыншылық көру үшін жараттың ба деп қатты жылап Құдайға айтқан болатынмын. Уақыт өте келе 2018 жылы мен мектеп ОБТ тапсырмасын тапсыратын болдым. Сол кезде де өте қатты депрессия кезінде болды менің жағдайым. Поддержка болмады, қолдау болмады менің ата-анамнан. Өйткені егер де сен өтпей қалсаң, колледжде оқитын боласың деді. Сені оқытуға біздің шамамыз келмейді деп айтты. Сол кезде ойлайтын, неге мен ондай жағдайға түсуім керекпін деп. Сол кезде Құдайға шарт қоятын, егер шынымен бар болатын болсаң, грантқа түсуге мүмкіндік бер деп, есі түспесем өз-өзіме қол жұмсай саламын, маған бәрібір деп. Мен өткені мына өмірде қатты көңілім қалды, мен өмірімнің мәнісі жоқ, мен неліктен өмір сүріп жүрмін деп Құдайға айтқан болатынмын. 2018 жылы оқуға түстім, Астана қаласына, Евразия ұлттық университетіне грантқа түстім. Құдайдың батасын көрдім сол кезде. Астана қаласына көшіп келіп, жастармен таныстым, сүйінші жастармен, анамның сенімдегі. Олармен сол танысқанның арқасында көп нәрсені түсіндім, маған Құдай көп нәрсені ашып берді. Таңдау бар екенін ашып берді Құдай, әр адам таңдау бар екен. Сол менің өмірімде неге ондай болғанын, неліктен осылай әкем жолды таңдағанын, Құдай неге соған жол бергенін ашып берді барлығын. Құдайдан қатты кешірім сұрап тәубеге келдім.
түсіндім неге олай болып жатқан, неліктен 6-8 жылдар бойы қатты өкпем жүк ұстағандай күйде болдым. Сол кезде сол кешірім сұрағаннан кейін жүрегім жеңіл сезімді, өзімді бос сезімді. Сол кезде жүрегім бос болып, спокойствие болды, тыныш болды жүрегім. Құдаймен жаймендеп таныса бастадым, Құдаймен тығыз байланыста бола бастадым. Бірақ соңғы оқу жылдарында жігітпен жүре бастадым. Ол басқа сенімде болды, бірақ басында бәрін ашық айтатын болатынбыз. Мен басқа сенімде, өз сенімде, ол басқа. Басында ол жақсы ештеңе етпес, ол өз сенім, мен өз сенімде қаламын, ешқандай қиыншылық болмайды деп айтты. Мен жақсы, неге олай болмасқа дедім. Бірақ басында бәрі жақсы болғанмен, уақыт өте келе ол маған көптеген әсерін тигізді. Мен соның адамның сенімін зерттей бастадым, сол оқи бастадым, ол адамға более жақын болу үшін. Бірақ сол кезде мен жүрегімде тыныштық болмады. Құдай сол кезде менен алшақтап, Құдай кетіп қалғандай сезімде болдым. Сол уақыттарда менде өмірдің мәнісін кетіріп алдым. Оқу бітіргеннен кейін мен шештім, жігітім бірге шетелге оқуға түсем деп. Сол оқу тапсырып, оқуға түсіп, билет алып, барлығы дайын болатын. Анам қарсы болып, неге олай істеп жатсың деп, көп не істеген, ұрысқан. Мен все равно тыңдамай, мен кетем деп. жылы өмір сүр құрылтайы болды, жастармен барып келем деп шештім. Сол өмір сүр құрылтайында Құдай көптеген адамдар арқылы мен өміріме көп әсерлерін тигізді, жұмыс жасай бастады мен жүрегіме. Өмір сүрде сол маған Иса келіп таңдау бергендей болды. Сен шетелге, мен таңдауым болатын еді, шетелге оқып кетіп қалма, бірақ сол кезде если шетелде таңдайтын болсам, оқуды Құдайдан толықтай бас тартатын болатын. Өйткені түсіндім Құдайдан бас тартатынымды. Сол кезде Иса соңғы рет келіп маған таңдау бергендей болды, жүрегіме сөйлеп. Сен шындықты білесің ғой, неге таңдамай жатсың деп. Сол кезде Исаның қолынан ұстап, Құдайдан кешірім сұрап, қайтып тәубетімді жаңартып. Сол кезде Иса мен жүрегіме сөйледі, сол көп кешірім алдым Құдайдан. Негізі мен кешірімге лайықты емеспін, бірақ Құдай Иса бізді қатты сүйгендіктен баласын жер бетіне құрбандыққа берді. Сол кезде барлығы ашылды. Құдай неліктен бізді қатты жақсы көресің, біз лайықты емеспіз ғой деп Құдайға жылап, кешірім сұрап тәубе еткен болатынмын. Сол кезде жүрегімде тыныштық келді, тыныштық, өмірдің мәнісі, Құдайдың сүйіспеншілігі, өмірге толы болдым. Түсіндім, мен дұрыс шешім қабылдағанымды, енді Құдайдан бас тартпай, мен Исамен бірге боламын, шәкірті боламын деп Құдайға уәде еткен болатынмын. Енді екінші проблема болды. Шетелден бас тарту керек болды, оқуымды бас тартып, билетін тапсырып, жігітін айырасып, айттым, мен Исаны таңдаймын, мен осындай негізі дұрыс емес ол деп. Өйткені Иса ашып берді. Сенің әкем атаңнан екі түрлі сенімде болды, соңында қандай шешімге әкелді деп. Сол кезде Құдай өзін мысал ретінде көрсетіп тұр. Мен түсіндім, если мен таңдайтын болсам, екі түрлі сенімде болатын болсақ, біз екеуміз бірге бола алмайтынымызды. Құдай біз үшін көп нәрсе жасады. Біз негізі туылар алдында біз қандай болып келеміз, қандай отбасыда туыламыз, оны таңдамаймыз біз. Бірақ Құдай біз туылғаннан кейін таңдау береді, шешім береді. Біз Исамен таңдап, оны құрбандығын қабылдап, кешірім сұрап, әлде өз өмірімізді, басқа өмірді таңдаймыз ба екенін. Кітапта Құдай жазып кеткен: бүгін сендерге таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын. Егер сендер өз құдайларын жаратқан иенің бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. Енді таңдау өздеріңізде.